Баршаңызға сәлем, менің есімім Жазира. Бүгін таңғы асқа лаваштан дайындалатын бөректің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай дайындалады, сіздер де жасап көріңіздер. Лавашты алып, пиццаны бөліктерге бөлгендей, лавашты да дәл солай үшбұрыштап бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Неке бөліп алдық. Енді салмасына менде ірімшік, яғни сыр. Ірімшігімізді турап алатын боламыз. Лавашымызды алып, салмасын салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай орайтын боламыз. Соңғы бұрыш жағы міндетті түрде астына қаратып қойыңыздар. Сол кезде ашылып кетпейді. Пісірген кезде де міндетті түрде бұрыш жағын астына қаратып пісіреміз. Салмасына өз еріктеріңізде негізі ірімшікпен жасауға болады, колбасамен, піскен картоппен жасауға да болады. Маған сырмен жасаған қатты ұнайды, сондықтан мен сырмен жасадым. Осылай бәрін жақсылап орап шығатын боламыз. Бөлек ыдысқа бір дана жұмыртқамызды салып, дәміне қарай тұз салып, бөректерімізді осы жұмыртқаға малып алып, қысып тұрған тапамызға шамалы май құйып, бөректерімізді пісіретін боламыз. Осылай екі жақтан қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Неке менің таңғы асым дайын. Маған және менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.